Алғыс күнінде Қостанай жоғары педагогикалық колледжінің студенттері түрлі мамандық иелеріне үндеу тастайды. Ал біздің ең басты сөздеріміз аға ұрпаққа арналған. Өскелең ұрпаққа беріп жатқан даналығыңыз, мейірімділігіңіз бен тәжірибеңіз үшін рахмет. Қазақстан халқының салт дәстүрін, әдет-ғұрпын қастерлеуге үйреттіңіз. Біз барлық мұғалімдерге, білімдері, мен сабақтарға және түзетулерге көзқарастары үшін алғыс айтамыз. Жаңа ұрпақтарды өмірге, еңбекке дайындап жатырсыздар. Біз балабақша тәрбиешілеріне алғысымызды білдіреміз. Сіз біздің еліміздің ең кішкентай тұрғындарын ілтипатпен, мейірімділікпен қоршап отырсыз. Бақытты балалық шақ үшін алғыс айтамыз. Құқық қорғау органдарына шексіз алғысымызды білдіреміз. Сіздердің қоғам мен мемлекет игілігі үшін атқарған еңбектеріңіз баға жетпес. Сіз елдегі тыныштық пен тәртіпті сақтайсыз. Құрметті медицина қызметкерлері, ерен еңбектеріңіз бен кәсіби шеберліктеріңіз үшін рахмет. Сіздер Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын сақтайсыздар. Сіздерге алғысымызды білдіреміз. Сауда қызметкерлеріне адал қызметтері, жылы жүздері мен тілектері үшін алғыс айтамыз. Құрылыс саласының адамдары үшін біздің ерекше алғыс сөздереміз. Жолдарды, тұрғын үй кешендерін, дүкендерді, спорт алаңдарын саласыз. Әр шаңыраққа еңбектеріңізбен қуаныш, шаттық сыйлаңыз. Біздің аспаздарымызға дәмді мезгілде айтуға мүмкіндік берген үшін алғыс айтамыз. Еріктілер, сіздердің мейірімді жүректеріңіздің, күш-жігерлеріңіз бен белсенді өмірлік ұстанымдарыңыздың арқасында біздің кішкентай бауырларымыз қамқорлыққа, ілтипат пен жылылыққа бөленді.